Кішкентайымнан жоқшылық көріп өстік. Оңтүстік Қазақстан облысында шет жақтағы сет онша ұстамай бермейтін бір ауылға көшіп келдік. Ата-анамның айтуы бойынша туыстарымыздың көбісі осында тұрады екен. Біз атамызды көп көрмегенбіз. Әжеміз әкемнің айтуы бойынша атамызға тоқал болып тиген. Содан ерген 8 ұл, 5 қыз бар. Ал бәйбішесінен нешеу екен білмедім. Бұл ауылда бәйбішесінен бір ұлы, бір қызы тұрады екен. Ал тоқалынан 2 қыз, 3 ұл. Сол 3 ұлдың біреуі менің әкем. Әжеміз біздің қолымызда. Өзі көп сөйлемейді, жүре алмайды. Осы жағдайды естіп менде бөліну деген ой пайда болды. Ол кезде бар болғаны 2 сыныпта оқимын. Әкем бәйбішенің баласымен таныстырмақ ниетте барлығымызды сол үйге алып барды. Бізбен көрші тұрады екен. Үйлеріне кірсек 9 бөлмелі, жағдайлары жақсы. Атамызды көрдік. Бірақ мен атамды жақын тарта қоймадым. Өйткені арақты көп ішеді екен. Бір қызығы менімен жасты кішкентай қыздары бар. Бір-бірімізге тек сырттай қарадық та қойдық. Мектепке қабылданып сыныбыммен тез тіл табысып кеттім. Ал әлгі бәйбішенің немересі Жадыра өзі тым момын, ештеңеден шаруасы жоққа ұқсайды. Ол үнемі магазинге барып, сабақтан қайтарда түрлі тәттілер алып қайтады. Содан 1-2 жыл оны бақылап жүрдім де, онымен достасуды жөн көрдім. Екеуміз біраз көңіл көтеріп, ол мені үйіне шақырып, мен оны үйге шақырып, әбден ойнайтынбыз. Оның үйіне барғанда біраз ойыншықтарын алып кететінмін. Ал мектепте 9 қыз болдық. 3 қыздың руы басқа, ал 6 қыздың рулары бір. 6-ы үнемі бірге жүретін, оларға қатты қызығатын едім. Әне-міне дегенше 6-шы сыныпқа келдік. Бұл уақытқа дейін Жадыраны қатты пайдаландым. Тәттілер алдырттым, балмұздақ, печенье, ақшам таусылды десе, досың үшін қимай қалдың ба дейтінмін. Себебі ол өте ақ көңіл әрі жылауық еді. Тез сенгіштігі де бар. Содан сыныптас 6 қыздың арасына 7-ші болып кіріп, бай, сылқым қыздардың қатарынан табылу үшін бір айла ойлап таптым. Жадырамен жақындау араласатын Әйгерім атты қыздың сумкасындағы 400 теңгені Жадыраның сөмкесіне салып қойдым. Бұны дене шынықтыру сабағында барлығы баскетбол ойнап жүргенде жүзеге асырдым. Мен неге ол қыздардың арасында болмауым керек? Сымбатты мүсінім бар, көріктімін, сөзге шешенмін, әрі ақылдымын. Ал енді жоспардың жүзеге асуын күттім. Дене шынықтыру сабағынан кейін химия пәні басталды. Мұғалім менің жоспарымды естігенде ақ сабаққа кірмей кетті. Бір уақытта келіп, мен қазір жарты сағаттан соң келемін, деді. Содан мен бірінші болып қайтарда магазинге барып бәріміз балмұздақ алып жеп, отырып әңгіме айттық. Менің ұсынысымды қыздар қолдады. Ұлдар футболға барамыз деді. 2 көзім Әйгерімде. Неге сөмкесін қарамайды деп отырмын. Бір уақытта Әйгерім, менің ақшам қайда? Ақшам жоқ, деді. Ол кезде 400 теңгенің құны бар еді. Шулайтыны анық еді. Барлығы шуласып кетті. Дене шынықтыруды киінетін жерге кім кірді, деді айқайлап. Мен міз қақпастан Жадыра кіргенін көрдім, дедім. Шын мәнісінде ол тек су ішуге кірген. Содан Жадыраның қасына барып, құлақтан тебе бастадым. Сен алдың ғой, мойындасай. Мен көрдім ғой сенің кіргеніңді, неге өтірік айтасың, деп кінәсіз қызға бас салдым. Тіпті оған сөз берер емеспін. Алған жоқпын, деп ақталып әлек. Әйгерім болса жылап жүр. Әйгерім мен Жадыраға жаным ашып кетті. Жадырада ақша болмауы мүмкін емес қой. Болмаған соң сөмкесін ақтардым. 200 теңгеліктің екеуін бір-біріне Әйгерім өзі бүктеп қойғандай қойып қойдым. Әйгерім, мынау менің ақшам ғой. Сонда шынымен ұрладың ба? Мен сенен мұндайды күтпеп ем, деді. Жадыра жылап қалды, маған қарап. Сен де сенбей тұрсың ба? Дегенде кейіп танытты. Қайдан білсін барлығын менің ұйымдастырғанымды. Ал мен жетілікке қашан ілінер екенім деп жан-жағыма жалтақтап тұрмын.
Мұғалім келіп сабақ өтіп, сол күні ешкім үн-түнсіз барлығымыз үйдімізге қайттық. Ертесіне ерте сабаққа бардым. 6 қыз жиналып әңгіме дүкен құрып отыр екен. Сырттарынан тыңдап отырсам, жадырадан мұндайды күтпедік, жағдайы жақсы ғой. Ақша ұрлап не істейді? Сынды әңгімелер кетіп жатыр екен. Сол сәтте пайдаланып, ақшасы бар болса да мүмкін ата-анасы бермейтін шығар. Содан күнде алып жүрген тәттілерін әркімнен ақша ұрлап сатып алып жүрген шығар деп кіріп келдім. Қыздар: рас, үндемегеннен үйдей бәле шығады. Расында оны ондай деп ойламаппыз. Өзі үндемей жүріп пысық екен. Еще актриса өтірік жылап қояды ғой, деп қыздар күліп жатты. Олардың орталарына қашан қосатыны белгісіз, бірақ тезірек қосу үшін тағы бір әдіс керек сияқты деп ойланып отырғанымда Әйгерім келіп: сен бүгіннен бастап біздің қасымызда жүруге қалай қарайсың? 7-лік боламыз, 7 деген қасиетті сан. Сен біздің топқа қосылсаң өкінбейсің, деді. Басында өтірік қойшы деп отырып, кейін не істейтіндерін сұрап алдым. Олар көп жиын ұйымдастырады екен, ал менің оған ақшам жоқ. Мұны оларға тікелей айтуды жөн көріп, жағдайымның жоқтығын, көп балалы отбасында дүниеге келгенді, әкем үйде, ал анам мектепте еден жуушы екенін айттым. Алайда олардың жауаптарына қатты таң қалдым. Ешқандай ақша шығармауымды өтініп, не отырыс болса да өздері шығарамыз деп сөз берді. Қатты қуандым. Мен оларды мұнша бай деп ойламаппын. Мен жұмаққа түстім, жұмаққа. Ақыры демалыс күні келіп жетті. Олардың әр аптаның демалысында ауылдың кафешкасына барып әбден көңіл көтеріп, жігіттерді сындырып қайтады екен. Бұл дегені точно рай. Кафешкаға бәріміз бардық, әбден көңіл көтердік. Би, неше түрлі сусындар, барлығы бар. Басым айналып, тіпті өңім бе, түсім бе деп түсінбей жүрмін. Бір нәрсені байқап қалдым. Ақбөпе мектеп директорының ұлымен жүреді екен, ал Әйгерім соның ең жақын досымен. Олар 11-ші сыныпта оқиды. Қалған 4 қыздың жігіттері қалай ауыстыратынын көрсеңіз ғой. Мен де қалсамын ба деп биге шақырған жігіттермен билеп, нөмірімді сұрағандардың бәріне нөмірімді беріп тастағанмын. Одан ертеңге түнімен ішкен адам құсап, қисалаңдап әрең келдім. Қыздар маған қарап күліп, әлек-ақ үйреніп кетесің балмұздақ деп мазақ қылды. Келе-келе айтқандарындай-ақ үйренісіп кеттім. Бірақ оқу жайына қалды. Олар оқуды қатар алып жүреді, 3-еуі озат, ал 3-еуі олардан көшіреді. Содан мен де оларға жармасып қалып кеткен жерлерімді көшіріп жүрдім. Бұл бақытты күндер ұзаққа созылмады. Ата-аналар жиналысы болатын болды. Қыздар маған бұл ситуацияда саған көмек бере алмаймыз деп ашығын айтты. Түнде терезеден қашып таңға таяу періштедей келіп төсегіме жата салатын менен анам ондай нәрсе шығады деп ойламағанда болар. Мектеп еден жуып жүрген анам барып, ата-аналар жиналысын болады екен деп мұғалімнің айтқандай жеткіздім. Ал енді бүгін мені соғыс күтіп тұрған еді. Түсте оқудан қайттық. Анам жұмыстан 5-те келді. Үйді жылан жалағандай етіп, сыныққа сылтау болмасын деп жинап қойдым. Көп күттірмей анам да келді, ашулы. Сезіп тұрмын. Кішкентайымнан бір жерді шалыс бассақ, кесеумен қуалап жүріп ұратын анамды көріп тұрмын. Не болса да кінәлімін. Бірақ бір ұрар, одан соң не болар дейсің? Анам келіп сырт киім шеше сала: иттің ғана қызы, мені бүкіл жұртқа мазақ қылдың. Басқа сыныптастарың сияқты жүрмейсің бе? Жадыра сияқты үндемей келіп, үндемей кетіп, сабағыңды оқып жүруге болмай ма? Көрсетемін саған, ұрлан қашқанды, айуан жексұрын, деп таяқтың астына алды. Соңында анам жылап қалды. Мені масқара қылдың ғой қызым. Мектептегі еден жуушының қызы қаңғырып жүр екен деген сөзге қалдырдың ғой. Сол дұрыс па енді? Қайта оқуды үздік болып, марапаттап, жағдайы нашар болса да, үздіктердің қатарында деп айтса, қанеки жұрт, деп еңіреп жылап жіберді. Мама, кешіріңізші, бірақ қазір жаспыз. Әбден барлығын көріп қалғанымыз жақсы емес пе? Неге сонша жылайсыз? Сіздің кезіңізде бұндай болмаған.
Сондықтан сізде іште өкпе реніш қалып кеткен, дедім бәрін білетіндей мен. Анам одан сайын ашуланып, санасыз-ай, не қыл деп оттап отырсың, деп қуалап ұра бастады. Ертеңіне мектепке бардым. Қыздар кәдімгідей жүр. Жандарына барып, сендерді мамаларың ұрады ма деппін сасқанымнан. Қыздар күліп жіберді. Сөйтсем, үшеуінің шешелері мұғалім. Ол мүлдем естен шығып кеткен. Ал үшеуі шешелері мен ым-жымы бір. Ақбөпенің жігіті директордың баласы, әңгіменің бас аяғы сол екен. Мені сынапты, анасынан бір жақсылап таяқ жеп алсын деп. Енді мүлдем олай болмайтын болды. Себебі араларына қосылғандықтан мен не істесем де дұрыс. Осылай жүріп 9-шы сыныпта бітірдік. Сыныбымыздан жылап жүріп, жадыра колледжге кетті. Тағы бір қызбен бір ұл кетті. Тек осы 7 қыз және ұлдармен қалдық. Ішіміз пысқанда жадыраға тиісуші едік. Ол да кетіп қалды. 10-шы сынып басталды. Күнделікті сабағымызға барып келіп жүрміз. Соңғы сабақ дене шынықтыру болатын. Сабақ бітіп, гардеробқа киімдерімізді алуға келсек, Ақбөпенің сөмкесінің артқы қалтасынан 500 теңгені байқап қалдым. Жанына барып, басқа әңгімеге тартып, ақшасын алып алдым. Солай өз сыныбымнан да, басқа сыныптардан да ақша жасап жүрдім. Бұл деген бір рахат екен. Барлығы қанша тыраштанса да, ұрлықшыны ешкім таппады. Бірақ мен ұрлықшы емеспін. Жай ғана ала салдым. Қыздар өзге сыныптан да ұрлық шығып жатқан соң менен күдіктенген жоқ. Кейін 1-ші тоқсан бітіп демалысқа шықтық. Демалыстаннан бізге қалған оқу құралдарында алыңдар деп ақша беріп ауданға жіберді. Сіңілім мен інімді ертіп, анамның берген ақшасына оқу құралдарын алдық. Ал менің ақшам оларды әбден қыдыртып, тәттілер алып, әбден тойып қайттық. Үйге келе жатқанда оларға мамаға ештеңе айтып қоймаңдар дедім. Жалбарынып келдім. Сол уақыттарда әкем көп шетім болды. Құдайдың құтты күні ішіп келетін. Әйтеуір 11-ші сыныпқа да аяқ бастық. Мен сұғанақтығымнан әлі арыла алмадым. Бітіретін уақыт болғандықтан өзімше масаттанып әркіммен бір сөйлесетінмін. Қыздармен арамыз алыстап барады. Мүмкін мен туралы бірдеңе естіген болар. Мектепті бітіргенде сонда да олардан қалмайын деп, анама жалынып жүріп форма тіктірттік. Түлектер жиналатын мерекелік кешке бір әпкемнің көйлегін сұрап алдым. Барлығы ойдағыдай өтті. Мәз-мейрам болып мектеппен де қоштастық. Арада 2 ай уақыт өтті, ОБТ-ға да қатысқан жоқпын. Қатысқан болсам 0 ұпай аламын. Содан ауылда тойханада біраз жұмыс істеп жүрдім. Ол жерден де біраз жігіттермен сөйлесіп тастадым. Қыркүйек айы. Күз келіп күн суытып жатыр. Ауылға бір Геленваген аздап сақал қойып алған жас жігіт келді. Оған бірден көзім түсті. Ол да мені ұнатты ма, телефон нөмірімді сұрады. Екеуміз біраз сөйлестік. Күндердің күнде кездесуге шақырды, кафеге алып барды. Аштан келгенде бәрін опырып жатырым. Ол маған қарап мәз. Екеуміз бір-бірімізді қатты ұнаттық. Есімі Еламан еді. Еламан мені шынайы ұнатты ма, тұрмысқа шығуға ұсыныс жасады. Көзімнен от шықты. Менің арманым да осы ғой. Ол өте бай. Ештеңеден тарықпаймыз. Балаларымыз да бай қуатты болып өседі. Мен бірден келістім. Құда түсіп келетін болды. Анама барып ескерттім. Басында тартынғанымен қызының жақсы жерге барған бәрібірде қалайды ғой. Әпкем, ағам, 2 інім мен сіңілім де мен үшін қуанды. Ал әкем ішіп жүргендіктен оған кейін айтуды жөн көрдік. Ақыры құда түсіп келді. Ауылдағы аға жеңгелері шашу шашып бақытты болыңдар деп, Еламан екеуміз болсақ мәзбіз. Барлығымыз бірге ұзатылып кететін күндерді белгіледік. Қалың малдарын беріп, олар кете сала базарға барып, керек жарақтың бәрін алдық. Қалың малдың жартысына киімдер алсақ, жартысына жасауымды алдық. Бай отбасына бара жатқанда ата-анам дән риза болды. Ол кісілер түсінігі мол жандар сияқты. Барлық талаптарымызға көніп, айтқанымыздай жасап жатыр.
Мүмкін жағдайымыздың жоқтығын көріп, жандары ашыған болар. Үй алғанда шығар, 18 жасқа әлі толмадым. Ал мен тұрмысқа шыққалы жатырмын. Бұл дұрыс па, әлде бұрыс па, түсінбей тұрмын. Ертең ол үйге барып, мені жұмысқа салып, ақша бермей қойса қайтем деген сұрақтар миымнан кетпей қойды. Келін болып түскен соң, бет ашар жасалынып, бөлмемізді реттеп, киімдерімді жайғастырып, келіндік өмірге кірісіп кеттім. Үйдегі не затты көрсем де үйге апарғым келіп, көзіме жәутең-жәутең етіп көрініп тұр. Атам үндемей қалған жақсы кісі. Алайда енемнің мінезі бар сияқты. Жай қойш, содан тойға көйлек іздеп қалаға шықтық. Әр көйлекті бір киіп, қаланы аралап, біраз жүру үшін өтірік ұнатпағансын жүре бердім. Қателеспесем, 9-10 салоннан әр қайсынан 7-8 көйлек киіп көрген шығармын. Әйтеуір бір көйлекті таңдағанымда күйеуім қуанып кетті. Қымбат болса да көйлекті күйеуім сатып алып берді. Ең керемет макияж мен шаш үлгісі менде болды. 500 адам шақырылып, тойханада үлкен, барлығы өте қымбат. Нақтысын айтқанда тойымыз керемет өтті. Көре алмайтындар іштер күйіп өлген шығар. Барлық салт дәстүр жасалынып, тойдың Құдайға шүкірін беріп, уф деп үйдегілер мен енді әңгіме дүкен құра бастадық. Айтқандай-ақ енем тым қатал екен. Үйде ақшаның бәрін сол ұстайды. Маған да сол заңды түсіндіріп әлек болып жатыр. Ертең тусаңда балаңның ақшасын маған бересің. Мен керегіңнің бәрін өзім әкеліп тұрамын деді. Мен қатты ашуландым. Енеме бірден кешіріңіз, мен бұлай түрмеде тұрғандай боламын. Өз ақшам өзіме болады. Қашан сыртқа шыққам келсе, сол уақытта шығам дедім де, тірлігімді жасап жүре бердім. Өзіме недей дух жинап алғанымды білмеймін, алайда енеме қатты ашуым келді. Одан кешке күйеуіме, шешең неге келе сала маған ондай әңгіме айтты деп шу шығардым. Ол болса сабыр етші деп әлек болып жатыр. Күйеуім өте момын, ал мен оны көп пайдаландым. Алдымен қымбат телефон алдырттым. Одан соң киімдер, косметика немесе басқа да болмайтын заттар. Бірақ үйде көп ұрыс болды. Үйдің берекесі кетті. Әркім ақшасын өзі ұстап, жөндеріне кетті. Бірақ оған налып жатқан мен жоқ едім. Сөйтіп жүріп аяғым ауыр болды. Толғаққа шыдай алмай кестіріп алдырдым. Қызды болдық. Оған назданып қаншама ай төсегімнен тұрмай жаттым. Екі көзім телефонда. Интернетте түрлі жұмыстарды істеп көрейін деп шетінен күйеуімнен ақшасын сорып жаттым. Анам ақша сұраса да, әпкем ағам сұраса бере салатын едім. Мендей келін жоқ шығар. Ата енем мен күйеуімнің соры болдым. Оны кейіннен түсіндім. Бір күні ставка тігу арқылы ақша ұту жайлы көріп қалдым. Басында 2000 теңге салып, 4000 теңге ұттым. Кейін бірден көп ақша салдым. Одан 2 есе ұтатын шығармын деп ойладым, бірақ олай болмады. Күйеуімнің ақшасын жоқ қылдым. Жұмысқа барып келетін бензин пұлда, қызға памперс алатын ақшада қалмады. Мүмкін емес, мүлде қалмады. Кейін кредит алуды жөн көрдім. Күйеуімнің атынан телефоннан паспорт арқылы кредит алдым. Себебі менің жасым жетпейді. Бір түннің ішінде қаншама кредит алып, қаншама ставкадан ұтылғанды білмеймін. Ертесіне енеме хабарландыру келген. Сөйтсем, енемнің банктерден связы бар екен. Дереу күйеуіме қарады. Оған бас салып ұрсып, бір түнде сонша миллиондарды неге ала бергенсің деп, күйеуім маған қарап, мен болсам үнсіз жерге қарадым. Енем сол күні үшеумізді өз күндеріңді өздерің көріңдер. Маған енді жолаушы болмаңдар деді. Содан қарызға квартира жалдап, күйеуім мен құртқан ақшалардың өтеуі мен квартираға жол ақысына ақшасын әрең жеткізіп жүрдік. Ал қызымның жәрдем ақысына памперс пен азық-түлікті әрең аламыз. Қызым бірге толған соң садикке беріп, мен де жұмысқа шықпақшымын. Қатты қиналдық, шарасыздық. Неге сол ойынды ойнадым екен, неге басым айналып шыға алмай қалдым. Тіпті түсінсем бұйырмасын. Бір түсінгенім, мұның барлығы өткен өмірімнің маған берген өтеуі болды. Тағдырдың